Балаларым, өздерің білесіңдер, қазақ даласынан шыққан көптеген ақын жазушылар бар. Сол ақын жазушылардың бірегейі Ыбырай Алтынсарин бабамыз. Енді осы Ыбырай Алтынсарин бабамыздың бір әңгімесін бізге кім оқып береді? Мен оқып берейін. Жарайды, бір оқып бер. Әке мен баманы оқиын ба? Оқы. Әке мен бама. Бір адам 10 жасар бамасын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолдан қалған аттың бір-екі тағасын көріп, бамасына «Анау тағаны бамам алып жүр» дейді. Бама әкесіне «Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын» дейді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алады да жүре береді. Қаманың шетінде темірші ұстамлар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайрылып манағы тағаны соларға 3 тиынға сатады. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір тамай шие сатып алмады. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бір-бірден алып жеп, бамасына қарамай аяңдап жүре береді. Біраз жер өткен соң әкесіне қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бама тым қызып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салады. Бір кішкенеден соң және бір шие, онан біраз өткен соң және бір шие, сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жейді. Ең соңында әкесі тоқтап бамасына шиені орамалмен беріп тұрып, «Көрдің бе, мана тағаны жаманасып жерден бір ғана иіліп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп бір қиынсаң, көп жұмысқа тап болмасын. Азға қанағат ете білмесең, көптен құрғамасын» деді. Әке болса әңгіменің мағынасын айтып беріңізші. Я әке айтып беріңіз. Бұл кішкентай әке мен баланың оқиғасында балалар үлкен мағына жатыр. Бала ерініп, жерде жатқан нәрсені алмаған үшін қаншама әуреге түсті. Соны мысалға сабақ болсын деп әкесі де баласына шиені бермей қойды. Өздерің көріп отырсыңдар. Өмірде де сондай. Сендер де ерінбей, әр нәрсені кішкентай көрмей, еңбек етсеңдер, еңбек етсең ерінбей, тояды, қарның тіленбей дегендей, оқуда да, еңбекте де ерінбей көп талпынсаңдар, өмірде де көп қиналмайсыңдар. Түсіндіңдер ма? Я, түсіндік. Ал енді балалар, Ыбырай Алтынсарин бабамыздың қандай өлеңдерін, шығармаларын білесіңдер? Өсиет өлеңдер, өнер білім бар жаттар, әй достарым. Жаз. Өзен, ай жігіттер. Кел балалар оқуық. Кел балалар оқуық. Өлеңін жатқа айтып берсем бола ма? Жақсы. Айт. Кел балалар оқуық. Бір Құдайға сенім. Кел балалар оқуық. Оқығанға көңілге ықылас пен толық. Істің болар қайыры, бастасаңыз алдағы. Оқымаған жүреді, қарағаннан қармаған. Кел балалар оқуық. Оқығанға көңілге ықылас пен толық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағы бар. Тілегеннің алдынан іздемей ақтауы бар. Кел балалар оқуық. Оқығанға көңілге ықылас пен толық. Мал дәулеттің байлығы еш жұтасаң жоқ болар. Оқымыстының байлығы күннен күнге көп болар. Еш жұтамақ жоқ болар. Кел балалар оқуық. Оқығанға көңілге ықылас пен толық. Сиса көйлек үстіңе тоқу менен табылған. Сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Кел балалар оқуық. Оқығанға көңілге ықылас пен толық. Ай, жарайсың, Нұрали. Бәрекелді.